Құрметті оқушы, бүгінгі сабақта қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі тақырыбындағы тыңдалым мәтінімен жұмыс жасаймыз. Сабақтың мақсаты тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздердің мағынасын түсініп, тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді мағынасына сай орынды қолдану. Ескерту: келесі слайдтарда ұсынылатын тапсырмалар мен мәтін тек үлгі ретінде берілген. Сіз өзіңізге ұсынылған тапсырмаларды орындап, жауап кілтімен тексере аласыз. Сәттілік. Бүгінгі сабақта орындайтын тапсырмалар қандай? Біріншіден, суретке қарап сұрақтарға жауап береміз. Екінші, жаңа сөздермен танысамыз. Үшінші, мәтінді тыңдаймыз. Төртінші, бос орындарға тиісті сөздерді орналастырамыз. Бесінші, мәтін мазмұнына сай ақпараттарды анықтаймыз. Алтыншы, екі бағандағы сөйлемдерді мағынасына сай сәйкестендіреміз. Жетінші, тұжырымдарды сәйкестендіреміз. Және ең соңғысы, ашық және жабық сұрақтарға жауап береміз. Тапсырмалардың барлығы тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздердің мағынасын түсінуге бағытталады. Ал тұрмыстық әлеуметтік тақырыптағы сөздер дегеніміз не? Ол сөздер күнделікті өмірде қолданылады. Уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Барлық әлеуметтік ортадағы адамдарға түсінікті болады. Ең соңғысы, қоғамдық тақырыптарды қамтиды. Құрметті оқушы, сізге қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі тақырыбындағы мәтін ұсынылады. Мәтінді тыңдамас бұрын, мәтіндегі ақпараттарға болжам жасап алуымыз қажет. Бірінші тапсырма: төмендегі суретке назар аударыңыз, сұрақтарға ауызша жауап беріп көріңіз. Сәттілік. Жауап келесідей болуы мүмкін. Берілген суретте қала өмірі бейнеленген. Қалада көп ғимараттар мен көліктер бар. Адамдардың барлығы жұмыс істеп жүр. Біреулері саябақта демалуда. Оқушылар сабаққа бара жатыр. Ал кейбір балалар итті жетектеп келе жатыр. Балалардың барлығы бағдаршамның жасыл түсіне өтуде. Менің қаламда үлкен, көп қабатты үйлер көп. Біздің қалада да осы суреттегідей көшелерде көп адамдар жүреді. Ал ауылда олай емес. Ауылда адам аз. Өте жақсы, жарайсыз. Ендеше екінші тапсырманы орындайық. Мәтін мазмұнын қалай түсінуге болады? Мәтін мазмұнын түсіну үшін жаңа сөздермен жұмыс жасау қажет. Екінші тапсырмада сөздерді ұсынылған суреттер бойынша сәйкестендіру қажет. Сәттілік. Ендеше жауабымызды тексерейік. Керемет. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада мәтінді мұқият тыңдап, төмендегі ақпараттарды толықтыру қажет. Әр бөлікке 2 сөзден артық жазбаңыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Ақтоғай ауылының әкімшілігі ауылдың тыныс-тіршілігін үнемі бақылап отырады. Әкімшіліктің назарындағы басты мәселе ауылға ғаламтор орнату. Олардың айтуынша, ғаламтор ауыл тұрғындарының жаңалықтардан хабардар болуы мен оқушылардың мәдениет пен білім алуына көп мүмкіндігін береді. Ауылға ғаламтор орнату үшін мамандар 5 ақпан күні сағат 10:00-де келеді. Сондай-ақ,
Әкімшілік ауылда су мәселесін шешуге барынша күш салып отыр. Ауылға су тарту жұмыстары туралы мәселені шешу үшін жиналыс 6 ақпан күні сағат 13:00-де ауылдың мәдениет үйінде өтеді. Әкімшіліктің айтуынша, 1 наурыз күні түскі сағат 14:00-де ауылдағы көшелердің бірінде үлкен мұражай ашылады. Мұражайдың ашылу құрметіне еліміздің аты шыққан ғалымдары сағат 13:00-де ауылымызға келеді екен. Ауылдағы балалар да назардан тыс қалған жоқ. Оларға арнап әкімшілік қаладан циркті шақыртты. Жауап беріп болсақ, жауабымызды тексеріп көрейік. Түпнұсқа мәтініндегі жауаптармен салыстырайық. Ауылдың әкімшілігі Ақтоғайдың тыныс тіршілігін бақылап отырады екен. 5 ақпан күні сағат 10:00-де ғаламтор орнатуға мамандар келеді. Мәдениет үйінде ақпанның 6 күні су тарту жұмыстары туралы жиналыс болады. 1 наурыз күні сағат 14:00-де мұражай ашылады. Және 1 наурыз күні сағат 13:00-де ғалымдар мұражайдың ашылуына келеді. Өте жақсы. Ендеше 4-ші тапсырманы орындайық. 4-ші тапсырмада мәтінді қайтадан мұқият тыңдап, әкімшіліктің ауылдың мәдени дамуына қатысты атқарған 2 іс-шараны белгілеуіңіз қажет. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Ақтоғай ауылының әкімшілігі ауылдың тыныс-тіршілігін үнемі бақылап отырады. Әкімшіліктің назарындағы басты мәселе ауылға ғаламтор орнату. Олардың айтуынша, ғаламтор ауыл тұрғындарының жаңалықтардан хабардар болуы мен оқушылардың мәдениет пен білім алуына көп мүмкіндігін береді. Ауылға ғаламтор орнату үшін мамандар 5 ақпан күні сағат 10:00-де келеді. Сондай-ақ әкімшілік ауылда су мәселесін шешуге барынша күш салып отыр. Ауылға су тарту жұмыстары туралы мәселені шешу үшін жиналыс 6 ақпан күні сағат 13:00-де ауылдың мәдениет үйінде өтеді. Әкімшіліктің айтуынша, 1 наурыз күні түскі сағат 14:00-де ауылдағы көшелердің бірінде үлкен мұражай ашылады. Мұражайдың ашылу құрметіне еліміздің аты шыққан ғалымдары сағат 13:00-де ауылымызға келеді. Ауылдағы балалар да назардан тыс қалған жоқ. Оларға арнап әкімшілік қаладан циркті шақыртты. Жауап беріп болсақ, жауабымызды тексерейік. Түпнұсқа мәтініндегі жауаппен тексеріп көріңіз. Әкімшіліктің балалардың мәдени дамуына атқарған 2 іс-шарасы, біріншісі ғаламтор орнату және екіншісі мұражай ашу. Өте жақсы, жарайсыз. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада мәтінді қайтадан мұқият тыңдап, 1-ші бағанда берілген сөйлемдерді 2-ші бағандағы сөйлемдермен сәйкестендіру қажет. Сәттілік. Мәтінді мұқият тыңдаңыз.
Ақтоғай ауылының әкімшілігі ауылдың тыныс-тіршілігін үнемі бақылап отырады. Әкімшіліктің назарындағы басты мәселе ауылға ғаламтор орнату. Олардың айтуынша, ғаламтор ауыл тұрғындарының жаңалықтардан хабардар болуы мен оқушылардың мәдениет пен білім алуына көп мүмкіндігін береді. Ауылға ғаламтор орнату үшін мамандар 5 ақпан күні сағат 10:00-де келеді. Сондай-ақ, әкімшілік ауылда су мәселесін шешуге барынша күш салып отыр. Ауылға су тарту жұмыстары туралы мәселені шешу үшін жиналыс 6 ақпан күні сағат 13:00-де ауылдың мәдениет үйінде өтеді. Әкімшіліктің айтуынша, 1 наурыз күні түскі сағат 14:00-де ауылдағы көшелердің бірінде үлкен мұражай ашылады. Мұражайдың ашылу құрметіне еліміздің аты шыққан ғалымдары сағат 13:00-де ауылымызға келеді екен. Ауылдағы балалар да назардан тыс қалған жоқ. Оларға арнап әкімшілік қаладан циркті шақыртты. Ендеше жауабымызды тексерейік. Өте жақсы, жарайсыз. 6-шы тапсырмада мәтінді мұқият тыңдап, ұсынылған 1-ден 4-ке дейінгі тұжырымдарды A-ден бастап D-ге дейінгі сөйлемдермен сәйкестендіру қажет. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Ақтоғай ауылының әкімшілігі ауылдың тыныс-тіршілігін үнемі бақылап отырады. Әкімшіліктің назарындағы басты мәселе ауылға ғаламтор орнату. Олардың айтуынша, ғаламтор ауыл тұрғындарының жаңалықтардан хабардар болуы мен оқушылардың мәдениет пен білім алуына көп мүмкіндігін береді. Ауылға ғаламтор орнату үшін мамандар 5 ақпан күні сағат 10:00-де келеді. Сондай-ақ, әкімшілік ауылда су мәселесін шешуге барынша күш салып отыр. Ауылға су тарту жұмыстары туралы мәселені шешу үшін жиналыс 6 ақпан күні сағат 13:00-де ауылдың мәдениет үйінде өтеді. Әкімшіліктің айтуынша, 1 наурыз күні түскі сағат 14:00-де ауылдағы көшелердің бірінде үлкен мұражай ашылады. Мұражайдың ашылу құрметіне еліміздің аты шыққан ғалымдары сағат 13:00-де ауылымызға келеді. Ауылдағы балалар да назардан тыс қалған жоқ. Оларға арнап әкімшілік қаладан циркті шақыртты. Ендеше жауабымызды тексерейік. Тамаша, керемет жұмыс болды. Құрметті оқушы, 7 және 9 тапсырмаларда мәтін мазмұны бойынша ашық және жабық сұрақтарға жауап беру қажет. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Ақтоғай ауылының әкімшілігі ауылдың тыныс-тіршілігін үнемі бақылап отырады. Әкімшіліктің назарындағы басты мәселе ауылға ғаламтор орнату. Олардың айтуынша, ғаламтор ауыл тұрғындарының жаңалықтардан хабардар болуы мен оқушылардың мәдениет пен білім алуына көп мүмкіндігін береді. Ауылға ғаламтор орнату үшін мамандар 5 ақпан күні сағат 10:00-де келеді. Сондай-ақ, әкімшілік ауылда су мәселесін шешуге барынша күш салып отыр. Ауылға су тарту жұмыстары туралы мәселені шешу үшін жиналыс 6 ақпан күні
сағат 13:00-де ауылдың мәдениет үйінде өтеді. Әкімшіліктің айтуынша, 1 наурыз күні түскі сағат 14:00-де ауылдағы көшелердің бірінде үлкен мұражай ашылады. Мұражайдың ашылу құрметіне еліміздің аты шыққан ғалымдары сағат 13:00-де ауылымызға келеді. Ауылдағы балалар да назардан тыс қалған жоқ. Оларға арнап әкімшілік қаладан циркті шақыртты. Қане, жауабымызды тексеріп көрейік. Өте жақсы, жарайсыз. Құрметті оқушы, жоғарыда ұсынылған мәтін мен тапсырма түрлері үлгі ретінде ұсынылған. Біз қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі тақырыбы бойынша тыңдалым мәтінімен жұмыс жасаймыз. Бұл сабақта тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздердің мағынасын түсінуге бағытталған тапсырма түрлерін қарастырамыз. Сіз өзіңізге ұсынылған тапсырмаларды орындап, әдістемелік нұсқаулықта берілген жауап кілтімен тексере аласыз. Сәттілік! Әр тапсырмаға белсенділікпен кірісіп, зеректігіңізді танытқаныңыз үшін рахмет.